келдіңіздер. Бір жағадан бас, бір жерден қол шығарып, ауызбіршілік танытып, бір класстық балдары, міне ұстаздарымызбен бірге бүгінгі кереметтей кездесуді бастауға рұқсат етіңіздер. Олай болса, мына енді класстастар ғана мына жаққа шықсаңыздар, класстастар камерамыз. Апай ағайда шығар. Биік жүрудің барлығы біле сіздердің арқыларыңыз. Сіздер ойлап қалмаңыздар, ол сіздер бітірді, біз не істеп жүрміз, біз мына жақта қалып қойдық демеңіздер. Негізі сіздердің арқыларыңыз. Ал енді жылғы 40 жылдық кездесу түлектердің сіздердің құрметтеріңізбен музыканы қуаттауымен, яғни ұстаздарымен бірге бүгінгі тойхананың төріне шақырған жөн санап тұрмын. Олай болса, Шынтас ағайымыз бастаған, Мейіргүл апайымыз растаған ұстаздарды ортаға шақырамыз. Түлектер, Әлиев Бауыржан, Нұрмахметова Бақытгүл, Әріпбаев Бақытбек, Шакиров Нұрлан, Нұржанов Сәндібек, Өміртаева Жеңіскүл, Мырзалиев Мұхтар, Мырзалиев Бекболат, Баймағамбетова Тәрбия, Ислам Оңғарбай, Түменбаева Бақытгүл, Жаңабергенов Бауыржан, Жолтаева Гүлшат, Дауылбаев Мұрат, Отызбаева Залима, Смайылова Нұргүл, Нұрғалиев Кенелбек, Әбдіреев Жаңылған, Отаралиев Ерлан, Кештікбаева Жамиля, Саденова Саңжамал, Ырысалиев Мейрамбек, Шлеубергенова Роза, Қарамазов Демеубай, Бейбет Бақытбек, Кенжалиева Кенжегүл, Әбдіразақ Талғат, Дәлиева Гүлшара, Айекенова Айсұлу, Қозыбақова Гүлхан атты кластастар, достар, ауылдастар. Қошемет беріңіз. Ақтан жақта ауылым, туыс жекжат бауырым, кездесуді біз бүгін жасайық бір сауғын. Құрма құрдас қалқамай, саған әзіл айтамай, талай жылдың өткенін халық біз қоймай қамай деп 1976 жылы сол 190 мектепте
тарылай болып кіріп 1986 жылы таудай болып шықтыңыздар. Соның өзіне жарты ғасырдай уақыт болды да бүгінгі сағынышты кездесулеріңіз құтты болсын. Ұстаз бейітшілер анасын сыйламағанды адам деме, ұстазын сыйламағанды адал деме деген әлем сөз бар. Адалдықтарыңызды танытып, бүгінгі ұстаздарыңызды төрге шығарған сіздерге мыңда бір рахмет, мыңда бір алғыс десек, қос ұстазға бір қошемет жасап қойыңыздар. Ал енді сіздердің аппақтай болып жарқырап, бүгінгі тойға әдемі болып келулеріңіздің ең бірден бір арқасы бір жақта келіндер. Қошемет жасаңыздар осы сіздерге. Жақындаңыздар, бері қарата, жақындап тұрыңыздар. Араласып тұруға да болар, араласып кетуге де болар. Осы кісілер, мына шыны керек. Мойындаймыз ба жігіттер? Бәрекелді, мен аға бастап мойындады. Бәрекелді. Мына енді естелікке суретке түсіп алайық. Естелікке. Сіздер ассалаумағалейкум бас ардақты ағайын, думан тойдың алау отын жағайын, жүрегімнің сұлу сөзін ақтарып асабалық бар өнерге салайын, көпшіліктің көңілдерін табайын. Мал баққан жай жатқан, сауық ойнап тойлап думандатқан, құшағы кең салтына бекем, мейірі аслана дайын, пейілі періште бала дайын, қонағын құдайындай сыйлайтын, дүние мал шашу үшін жинайтын, тәңірге табынып әруағын ардақтаған, ағынан жарылып сарой солмақтаған, көк бөріден жаралған, ер түлкіден таралған, батылда батыр, асылда ақын болып саналған, қиында қысықты бастан өткерген, әр күні тойдың мазы өтпеген, сауықшыл, тойшыл, думаншыл халық ұрпақтары, құрметті де қадірменді 190-шы Қазақ орта мектеп түлектері, бүгінгі сағынышты кездесулеріңіз баршаңызға құтты болсын. Әулетте той жасаса, әулеттің үлкендерін шақырамыз. Ал енді класстастардың ішінде, достардың ішінде той жасаса, соның ішінен топтап топырлатпаймын, бірақ бүгінгі тойдың әлқисасын бастап, кіріспесін бастау үшін өздеріңіздің класстастарыңыз, достарыңыз Мейрамбек, Гүлсара атты класстастарыңызды асаба төріне ақ тілекке шақырамын. Музыканы тартумен ортаға келіңіздер. Құрметті класстастар, ұстаздар, енді бүгінгі тойды бастау үшін соның ішінде мынау әлқиссасын келтіріп берсін деп әрине класстастардың ішінде өздеріңіздің келісім бойынша келісім кішкентай келте болмас дейді. Осы достарыңызды, класстастарыңызды шақырып жатқан жайын бар, ақ тілек өздеріңізде. Ой, рахмет асаба. Алтын құрметті класстастарым, ағай, апай, бүгінгі біздің 40 жылдық кездесуімізге қош келдіңіздер. Мынау ақ дастарханымыз ашып, ішіп жеп, тойды әдемі жалғастырып, өте көңілді өткізуге атсалысып отырайық жігіттер мен қыздар. Және де қазір артынан жақсы тостарды айтамыз ғой. Дастархан ашып. Алына бүгінгі 40 жылдық кездесуіміз құтты болсын бәрімізге. Мына ойдағы класстастарымызды көріп, 40 жылдан бері көрмеген класстастарымызды көріп, үшеуінен бері қуанып жатырмыз. Ағай, апайымыз келіп жатыр, оларды да көріп қуанып жатырмыз. Барлықтарыңызға амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Бүгінгі мынау 40 жылдық кездесуімізді бәріміз жақсылап қарсы алып, жақсылап өткізейік.
керемет тамаша. Сіздердің арнайы өздеріңіздің тілектеріңіз бар. Я соны естеріңізге салып қояйын. Бүгінгі мынау сіздердің өзі мына союздың кезіндегі қыз-жігіттер сіздер ғой. Кезінде кітапты керемет оқыдыңыздар. Қай кітапты бастағанда да өзі кіріспесі болады ғой. Бүгінгі тойдың кіріспесі деп жатырмыз. Дастарханды ашу керемет әдемі сөзбен ашылды. Рахмет сіздерге, орындарыңызды жайғаса қойыңыздар. Алдарыңызда түрлі тағам, дәмді киесі, астың атасын ананауыз түйіп алып, сусынның түр-түрінен ашып, отырмай жасып, айналамыз жайнатып жандырып отырайық, тәбетімізді сайлатып алдырып отырайық, ас болсын деймін. Ас болсын, ішпегендер бас болсын, бұл рас болсын деп қояйын. Ән көңілдің ажары отырыстың мәні сәнін келтіретін ән әуен десек, бүгінгі сіздердің 40 жылдық кездесулеріңізге арнайы қызмет жасауға келген облысымызға белгілі керемет әнші Бақытгүл Темірова. Свет сөніп қалыпты. Сізше тамадай қайдаларың деп қол соғып отырыңыздар. Қазір жанат қол соғып отырыңыздар деп. Барлығы қол соғып отырған ғой, свет жарқырда қалса, келген қонақтар бір қолымен тамақ жеп, бір қолымен мәңдейініп отыр дейді.
мына алдарыңызда түрлі тағам тұрғанда сіздерге қол соқтыра беруіңізді әбестік. Бірақ әнші қалай? Ұнады ма? Өзі мына шапалақты жақсы көретін, қошеметті, мақтауды сүйетін, жақсы көретін әншілер. Осы мына өнер адамдары, соның ішінде әншілер. Сол әншімен шапалақпен семіретін халықтар ғой. Сондықтан мына қолдарыңыз кішкене болса бір қошемет жасап қойыңыздар. Бүгінгі той бастамайдан өзгерек болайын деп тұр ағайын. Менің өзімнің іріктеп қойған сценарийім үсте толы болып жатыр. Бұрында да осы мына басталып кетті ғой. Осы мына мектеп бітіргенде сағынышты кездесулер. Ал енді бүгінгі кездесу өздігіше демекші, той басталар, басталмастан тосын сыйлар бастап келіп жатыр ағайын. Ол енді маған артқан жүк, маған артқан аманат деп білемін. Сондықтан мына жақта гүл әкеліп берді. Осы гүлді мен ойлап тұрдым, ешкімге білдірмей. Әнші қызға беріп жіберсем қайтеді екен деп. Сосын ойыма түсті, аманатқа қиянат деген болмайды. Әуелі гүлден бұрын мен мына ішіндегісін алып алдым. 40 жылдық құтты болсын депті, басқа ештеңе жазбапты, жаңа тәксіз әкеліп берді. Сәлеммен Зияда Ләйла дейді. Кімдер? 68-дер 69-ларға құттықтау ма? Бәрекелді, құрмет беріңіз. Енді. Орындарыңыздан тұрып құрмет жасап қойыңыздар. Құрметті болсын. Бірақ өзі сыйлап жатқан сіздердің алдарыңыздағы бір жыл бұрын мектеп бітіргенде енді бұны кім алады? Қошемет беріңіз. 68-дердің атынан. Енді мына жерде камера суретке сосын түседі. Ал бәрекелді. Коррупция болып кетпей ма? Енді бір минут кірдіңіз, 68-дер ғой, сыйлап жатқан. Енді 68-дерге қысқа, нұсқа, нақты бір-екі ауыз тілек айтып жіберіңіз. 68-дер. Рахмет білдіріп жіберіңіз, мына камераға түссін. 68-дер деп жатырсыз, 68-дер осы жерде менің ағам бар. 68-дерден. Мұратбек аға келіңіз. Қошемет беріңіз. Енді мен өзімді таныстыра беремін, бірақ менің мынау сіздердің класстастарыңыз Галия тәтем туған бөлек мен. Бір жаңа нағашыларым деп айтсам болады. Кішкентай балалық шақ, балшақтың бәрі сол партсезде өтті. Енді есіге келе біздер ұрысыраспаймыз ғой. Енді Болатбекті жезде деп айтайын деуге толық қақым бар деп кешеге дейін келдім. Егемендік алғаннан кейін ұруымызды білдік. Сөйтсек төрт қара, соның ішінде көзгене ағам болып шықты. Енді мен ана жезде деп айтуға да қанына тақпағанын қарсыз дейді. Тәте кешіріңіз, мен сізді бөліп жарып жатқаным жоқ. Сондықтан мына тілек бір ауыз тілек өздеріңізде 68-дерге деп бір рахмет сіз айтыңыз. Қасымда дұрсыз. Құрметті класстастарым, бүгін керемет кешіміз басталып жатыр. Бәрі құтты болсын, оң болсын. Мынау Болатбектің арқасында класстастарда мынау гүл келіп жатыр. Зияда мен Ләйлаға көп рахмет айтамын. Бәрекелді, көп рахмет. Сізге арнайы тілегіңіз бар қазір, Арада құрметті қадірменді тойдың қауым, әрине міне қазақта аталы сөз бар, оның атын білгенше бірдің жөнін біліп, шағын ғана өзім таныс етіп жіберейін. Сіздердің бүгінгі рухани қызметшілеріңіз асаба жігіт деп мақтанып қояйын. Талай тойдың уақыттарда ерінбей ел халыққа қызмет жасаған жігіт, кіші жүздің әлменен жаралған, төрт қарадан көзгене болып таралған. Өсмөңге сонау Жанболаттай бабамнан деп қой, неде де шығыс жастардың жетекшісі болған Ғани Мұратбаев деген ауыл бар, сол ауылдың тұрғынымын, есімім Ермекпін.
нағашымды болсаңыздар сұрамақ, нағашым қара кесек, ұланақ деп қысқаша мәлімет бермекпін. Әрине ұнатсын, ұнатпасын, бірақ та рахмет тыңдаған Аллахқа. Бағана тілге тиек еттік. Сіздердің негізгі қонақтарыңыз, бүгінгі негізгі меймандарыңыз әрине сіздерді білім нәрімен сусындатқан орталарыңызда отыр ұстаздарыңыз. Сіздердің зор құрметтеріңізбен, қошеметтеріңізбен, өздеріңіздің ұстаздарыңызды Шынтақтағаймен, Мейірімгүл апайымызды асаба төріне ақ тілекке шақырамын. Ұстаздар! Бағана тілге тиек жатырмыз, анасын сыйламағанда адам деме, ұстазын сыйламағанда адал деме деп. Міне адалдықтарыңызды танытып, ұстаздарыңызды ортаға, өздеріңіздің орталарыңызға алсаңыздар, отыра беріңіздер енді, отыра беріңіздер. Қазір тұратын уақыт болады, сіздер көп тұрғызады қазір орындарыңыздан. Енді бұл жерде мен жаңа тізімді алған кезде, енді бастауыш пәннің мұғалімі деді. Абай, сіздер анау 1976 жылы сіздер мектептің жанына келіп, қолдарыңызда гүл, сіздердің балғын жалған жүздеріңізге тамсанып, сіздерді қуана қарсы алып, классқа қадам басқызып, әліпбебетін ашқызып, білім нәрімен сусындатқан бастауыш пәннің мұғалімі ұстаздарыңызға бір қошемет жасап қойыңыздар. Оның кезінде бастауыш 3 класс болды, апай, солай, 3 класс болды, кейіннен ғой 4 болған. Сол 3 класстан 4 классқа өткен кезде оның өзі эволюциялық процесс деп айтады, апай. Солай ғой, менің білуімше, эволюциялық процесс. Сол процесске келген кезде әрі қарата міне тарих пәнінің мұғалімі, яғни ұстаздарыңызға тағы бір қошемет жасап қойыңыздар. Мықты, сабырлы, салмақты, мен неге айтамын? Маған сабақ берген жоқ. Бірақ мен неге айтамын? Бізде осындай ұстаздардың алдынан өтті, бұл кісілер деген кешегі Союздың кезіндегі кәдімгі жүйкесі мықты ұстаздар ғой. Қанша бала, енді кейіннен қазір барлығы құлай ашылып кетті ғой. Кешегі тоқырау кезінде бұрын анау мектебім мынау классың осында 10 жыл тұрасың деген өлең бар ғой, Мұқағалидың. Сол өлеңді кешегі тоқырау кезінде мектеп шамалы былай кетіп қалған кезде балалар бұрмалап айтып жүр. Мектебім мынау классың осындағы 11 жыл тұрасың. Қыздардың шасын жыласың, ұлдарды да ұрасың. Иттей болып кіресің, иттей болып шығарсың деп. Ол енді олай емес, сіздердің кездеріңіздегі сол Мұқағалидың мектебін мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығарсың деп міне. Сіздер тардай болып кіргізіп, таудай болып шығарған ұстаздарыңыз сіздердің алдарыңызда. Тағы бір қошемет. Ұстаздар туралы әңгіме көп, бірақ әуелі өздеріңізге берейін микрофон. Құрметті бүгінгі мынау кең сарайға жиналып отқан менің алтындай оқушыларым және оның жолдастары. Бәрі де алтындайсыздар. Қыздарым да, жігіттерім де әрқайсым туралы көп, әрқайсым туралы бір кітап жазуға болады.
әр адамның өзінің өмірі кітаптан да көп қой. Я 1976 жылы мектеп табалдырығын ашып, 86 жылы мектеп бітіріп деп жатырсыңдар. Осы аралықтың өзі 10 жыл. Сол 10 жылдың бастауышында ер апайларым жетекшілік етті. Оның ар жағында мен жетекшілік еттім. Сөйтіп 86 жылы 17 жастарымда мектеп табалдырығын мен қоштасып, жаңа өмірге аттағандарына да мінекей мектеп бітіргендеріне де 40 жыл уақыт болған екен. Бұл аралықта адам көп өзгеріске ұшырайды ғой. Бәріміз де өзгердік. Ол кезде сендер кішкентай бізге бала сияқты едіңдер. Ал біз, сендер кішкентай бала болғасын, біз сендерге үлкен адам сияқты болып көрінетінбіз. Ал қазір сендер 57-ге келдіңдер. Ақыл ойларын толысты, жан-жақтарын бәрін білесіңдер, не жақсы, не жаман. Бұрынғы бала кездегі түрлі шатақтық, түрлі мінез құлықтың бәрі қалды. Ақылмен жаңа өмірге, ақылмен толысқан пейілмен қарайтын болдыңдар. Әрине, адам өмірі өзі бір қалыпты тегіс асфальт жол емес қой. Оның кедір бұдыры да, бұралаңы да, бұлталаңы да болады. Мінекей осындай бұлталаң әрбір азаматтың, әрбір азаматшаның бойында болады. Бұның өзі де адамға сабақ. Сондай нәрседен адам сабақ алып, ақылы толса. Ол бәрімізде аспаннан түсе қалған жоқпыз. Мысалы, мен қазір 72-ге келдім, сендерден 15 жас үлкенмін. Менің жолымда да ондайлар болды. Әрбір адамның бойында болады ондай. Бұралаң, бұлталаң, қателесу, қуанышты кезең, солай емес пе? Мінекей, бұның өзінен адам сабақ алады. Мінекей, осы арада біздің алтындай азаматтарымыз отыр. Кезінде кейде шапалақтап берген шығармыз. Жаңағы күріштен қатысқан кездеріміз де болды. Шірөздің астына тағып қалып, мен үстінен өтіп кеткен кездер де болды. Мынау Харған жақтағы күрішке күзде бұйра жағаның автобусына барып, марқұм Қожекен ағамыз бар. Қайтар кезде бір қолайсыз жағдай болды, естеріңде ме сол? Кімнің есіндеген? Қала жақтан бір неге мұғра неге мінген 5-6 ішіп алған балдар келе жатты, ойларға түсті ме? Ау, сол кезде шамалы шатысу болды. Біздің балдарда қалысқан жоқ, ана балдар ересекте балдар ғой. Олар шенге көмекке келеді қан ғой, бірақ ішіп алған тойып алған. Қолдарында орақ бар екен. Содан ол орақты лақтырды сендерге, солай ма? Марқұм Сегізбайдың аяғына кірді ме сол? Сегізбайдың аяғына кіріп кетті. Сөйтіп біз автобусқа міндетте городтағы участковый полицияға келіп арыз жазып, арыздандық, сөйтіп ауылға қайттық түр ішінде. Ертеңіне біздің кешірім сұрап кетті жаңағы кісілердің ата-аналары. Біз танымаймыз, бірақ соның біреуі жаңағы орақты лақтырған жігіт менің туған жеңгемнің апасының баласы екен. Енді айналайын-ау, таныс адамыз, құда жекжат адамыз, кешірсеңдерші. Апа дедім, оны ата-ана біледі, ана Сегізбайдың үйіне, мамасына, папасына бар. Сөйтіп сол кісілерден кешірім алды. Қанша балдар зардап шекті, тек қана жарақат алған марқұм Сегізбай ғана болды. Сөйтіп оларда кешірім берген жоқ. Сонымен сотқа кетті, ол сотқа мен қатыстым, сөйтіп жауап бердім. Сөйтіп бала 2 жылға кетті, тағы балдар қалды аман есен. Бір 6 айлық жұмыста жетті.
Мінекей айта берсек осындай оқиғалар көп. Біздің мынау алдында деп отырғаным, біз тек қана ауылда болған жоқпыз, сонау Кавказда аралап қайтқан адамдармыз. Кавказға барып, Қара теңіздің жағалауын көріп, демалып, туап өскен қалаға барып, неше түні 14 күн аралап, сөйтіп қайтқанбыз, ақшамыз таусылып, жолшыбай проводник өзбектерді өліп, шақырып алып қорқытып. Одан да хабарлатпақшы. Мінекей айта берсек әңгіме көп, сондықтан мына бастарында қосып жасты, 40 жаста, енді 50 жас бар, 60 жас бар. Менің өзім 50 жастан өтіп кеттік, 55 жаста кездесу болды, енді 60 жасты күтіп отырмыз. Сондай біз сияқты сендер де 60 жастық кездесуге жассын деп есептеймін. Дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Мынау көп өзгерістер батыр ғой, қанша қуанышты оқиғаларым болмады. Мысалы, мен сендердің өздеріңді танығанмен, сендердің мына келіншектерді танымаймын. Оларды да қазір шыққан кезде, сөзге шыққан кезде таныстырып жүрейін деп ойлаймын. Және сендерде қазір алдарың ата болдыңдар, алдарың ене болдыңдар, солай ма? Мінекей осы жаңалықтардың бәрі құтты болсын. Жастарына жас қосылып, бастарына бас қосылып, осындай ауызбіршілікпен аман есен кездесе бергенге жассын. Әрқашан орталарың ортаймасын, қатарларың сүйремесін. Алғашқы қызығым менің көруге сендерді келдім. 40 жыл болғаны бүгін, оң болсын бәріне деймін. Алыстан күлімдеп саған, аңсатты өткеннің бәрін. Сол кезді есіне алса, оралмас 18 жасым. Ұстазы 70-ге келек жақындап, шәкірті 60-та ақындап, ал бүгін 40 жыл азғаяқ болып тұр, айтуға оңай-ақ. 18 ұл менен 14 қыз, еншімен тиіскен класспыз. Басталды қызықты күндерім, қайнаған еңбекпен арпалыс. 18 қыз өрісін қол созамын, 14 жігіт аман болсын қорғаным. Өсіп өніп көбейіндегі тілегім, әрқашанда осы менің тілегім. Ортамыздан 8 бай бақилық бол, ерте солып кеткені өкініш бол. Амал қанша алғанын салғанына еске алайық, алды жарық болсын деп. Жігіттерге кезек келді тыңдасын, әрқайсысы отағасы болғасын. Риза болып тілегімді арнаймын, келін алып, қыз ұзату жалғасын. Алдыменен беттерді бір тізейін, қос бақыт бек Кенелбек, Сәлімбек пен Мейрамбек. Жамбылда жүр Мейрамбек, қалғандары бектердің ауыл екен керемет. Қос Бауыржан Мұңғарбай, Нұркен Ерлан, Сәби Асқар, Мұрат Мұхтар Нұрлан. 8 жігіттердің бәріне аман жүріп, өсіп өнсін қуанам. Бекболат Абаймен аяқтайын, жігіттердің барлығын ұмытпаймын. 14 қызбен 18 ұлым бар деп, алға қалап 50 жылдық кездесуде мақтанайын. Інілерім Алдан мен Болатбекке, келіпсіңдер ие болып құрметке. Өсіп өнген немеренің атасы болып, бөленіңдер абырой мен мәртебеге. Айсұлу мен жаңылған, Тәрбие мен Гүлзара, Кенжегүл Гүлшат Жәмила, Гүлхан Сақып Жанал, Роза Зағипа, сәлем сендерге. Отбасыларың аманға, қос бақытын Жансұлу мен Жеңсүгүл Нәргүл қыздар. Арымсың, барлығында сау саламат бармысың. Сендерге де жолдайтын сансыз алысың. Келіндерге ризамын қызмет қылған, олар да бұл күндері әже болған. Тұрыңдар келіндер, көгерсін, көсегесі деп тілеймін, немерелер көбейсін, жаны толған. Аман есен болыңдар ауырғандар, бір-біріңді қадірлеп бауырлаңдар. Шын жүректен тілегім өздеріңе, мейрам
қалмай қол жайып қабылдаңдар. Алла өзі жарылғасын, көргендерің той болсын, отырған жер көр болсын, жегендерің қой болсын, отандарың қорғайсын, несібелерің молайсын. Осы айтқан батаңды жаратушым қолдасын. Құрметті шәкірттерім, өздеріңе арнап, бүгін 45 минуттық сабақтың орнына 10 минут уақыттарымды алып жатырмын. Енді өмірге деген құлшыныстарым туралы бір сабақ өткім келеді. Ол 3 минуттық тәтті сын, қайран үні атты тақырыппен әнші болмасам да сіздерге сазды сәлем жолдаймын. Керемет, тамаша. Ұстаздарыңыздың музыкалық сәлемін қабыл алыңыздар. Арнайы дайындап келген өлең жолдар. Жалғыздар, қошеметтеріңіз. Қыздар қайда? Келіндер, орнына бірге жазырамыз. Ағайынды ортаға бірге алыңыздар. Тілектер жайғасайық, ағай келіңіз, ағай бері қарата келіңіз. Келіңіз. Мына қазақтың тілегенің өзі не дейміз, қой не дейміз деп басталады ғой. Бір көкеміз қой не дейміз деп 2 сағат сөйлеген екен. Оған қарағанда жаңа мен ағайдың сырт көз сындайды ағайын. Мен әрқайсыларыңыз, сіздер барлықтарыңыз маған қарап тұрсыздар. Анау Байшбай Бағай жақтан бастап басыма дейін. Ал мен сіздерге қарап тұрмын. Бір өсекші айтқан екен, біреудің айтқан әңгімесін екінші адамға бұлжытпай айтып бару менің азаматтық борышым деп. Мен тойда жүргенде
яғни керемет сүбелі сөздер, жаңа ағайдың сөз саптауы қандай. 70-тен асқаннан кейін мына әңгімеге де құрастыра алмай жүреді мына көкелеріміз өзі. Мың жерден ұстаз болғанмен, ал енді мына ағайдың сіздердің де ағайларыңыздың дауыс қандай, сөз саптауы, арасындағы кезіндегі балалық шақ, бал шақтағы қызықты сәттерді сабырлы, салмақты, салауатты әдемі жеткізіп берді. Одан кейін міне абайларыңыз арнайы дайындықпен келген өлең жолдарын, өлең шумақтарын әр оқушыға өзі жүрегіндегі лебізін өлеңмен білдірді. Одан кейін музыкалық сәлем деп әуенмен сіздерге ән арнап жатыр. Ұстаз биік шынарай, асқақтай бер құламай, аман болса шәкірттер, сәлем беріп тұралай деп ұстаздарға бір қошемет жасап қойыңыздар. Рахмет тілектеріңізге көп орындарыңызға жайғаса беріңіздер. Талай тойларда болып жүрмін ғой, шақырып алған кезде мына 70-тен асқаннан кейін шамалы сарсайып та шығар, 80-тен асқаннан кейін талай ұстаздарды көріп жатырмыз. Келген кезде сөз саптауын бір қысылып қаласың. Бірақ енді керемет міне. Ұстаздар рахмет. Әдемі сөздеріңізге, жақсы тілектеріңізге мыңда бір рахмет деймін. Ал енді көңілдің ажары, мына алдарыңыздағы сусыннан мына ахаңнан басып деп қояйын, сусыннан ашып енді алып қойыңыздар. Кейде мына тамадыға да байланысты деп жатады ғой, тамадын неге алдыр деп айтпады деп. Сондықтан мына арасында айтып қойын, алып қойыңыздар. Ағай, апай арасында ұқсат қоя. Ұқсат қой алдырдыңға. Ағайда сұрайық. Ағайда ұқсат қой, шамалы 50 граммдан алдырдыңға. Алдырдыңға ұқсат бересіз бе? Ұқсат беріп жатыр. Бір-екі жігіт айып еді ғой, ағайдан ұқсат сұрап берші. Соны сұрап жатқаным ғой. Ал енді мына, біздерде мынандай бар, біздер мақтаншақпыз. Қазақ мақтаншақ. Тамады оның аржағында мақтаншақ. Мен кез келген әншіні қасыма ерте бермеймін. Мен мақтанайын. Мен мына тірі дауыста ән айтатын, дауысы керемет, өзіме ұнайтын әншілерді қасыма алып жүремін. Сондықтан мына әрі мұғалім, бастауыш пәнінің мұғалімі Бақытгүл Темірова, келші қасыма. Бір қошемет жасап қойыңыздар. Музыкасы жіберші. Мен де сіздеріңіздеріңізді басып келе жатырмын ғой, көп таңғыны құрып, мен де жақсы көре бермеймін. Бұлында әнші бір жағынан бастауыш пәні. Негізі бастауыш пәнінің мұғалімдері әнші болып келеді ау деймін. Мына абайға тұспасы келіп жатыр. Мына бастауыш, қайбір жылына дипломмен ауылға деген бағдарлама шықты ғой абай. Дипломмен кеше сіздер бұл кезде жоқсыз мектепте кетіп қалдыңыздар ғой, зейнеткерлікке шығып кеттіңіздер. Мына кісілер біледі дипломмен ауылға деген бағдарлама. Әлі бар. Мына қаланың қызы ауылға барған ғой. Ауыл болғанда кәдімгі балмен күнелтіп отырған жерге мен дипломмен ауылғаны сол қарауынан бастайын. Балмен күнелтіп отырған. Бірінші класты қабылдап алып, бастауыш пәнінің мұғалімі сабақты өтіп жатып, Т деген әріпке келіпті. Соны өтіп бір сабақ. Барғанда тайдың суретін іліп қойған. Балалар мынау тай. Неден басталады? Т-дан басталады. Т-А-И. Мынау тайдың суреті Т-дан басталады. Т деген былай жазылады. 45 минут бойы сол тайды айтып шыққан ғой. Сөйтсе, бір бала үйіне барып айтады дейді. Апайда қызық. Жабағының суретін іліп қойып, тай деп қоймайды деп айтты дейді. Сонда қаланың қызы, мұғалім қыз, жабағы мен тайды айырылмай тұр, ауылдың баласы біледі екен. Сондықтан мен де ауылдың баласымын, ауылдардың ауыз сасып демеңіздер ағайын. Сол ауылдан келіп сіздерге қызмет жасап жатқан жайым бар. Ал енді мына Бақытгүл Темірова тірі дауыста керемет әндер айтады. Бір жақсы сіздердің құрметтеріңізден атырып берсін. Şaşır
рахмет. Жүк болсын ба? Жүк болсын, иә? Бәрекелді. Енді ауылда сағынып келген аға-апаларым Шымкенттің ауылда сағыныш деген әніне жұптап жүрген. Рахмет. Қошеметтеріңізге рахмет сіздерге. Қалай отырсыздар, жақсы достар ма? Қазақ қонақжай халықпыз ғой, шыны керек, 5 адам қонаққа келсе, 15-20 сыр жүгіріп сол қонақты күтіп алып шығарып салып жүретін халықпыз. Біздің мына киелі қазалы, қасиетті қазалы, қазаны ортаймаған қазалы еліне ақын Мұқағали Мақатаевтың өзі тәнті болып кеткен екен. Қазақстанның түкпір-түкпірінде болдым, қазалының қонақжайлығына бағасым деймін. Әсіресе Қазақстанның басқа өңірлерінен меймандар келген кезде біздер аузымызды толтырып мақтанып айтып жүреміз. Біздің киелі қазалы елімізге ақын Мұқағали Мақатаевтың өзі тәнті болып кеткен екен. Шынымен кезінде осында Мұқағали келіп, бір мына пойызда бізде көп тұрады ғой, хат қойып, кез келген қазалының қазағының үйіне кір, енді кел, тосырхана, сені қонақ қылады деген Мұқағалиның қазалы туралы өлеңі бар ағайын. Мен ойлаймын, сол кезде Мұқағалиға қазалда кездесіп қалған ғой. Сол кезде мына партсез жақтан біреу кездесіп еді-ау осы. Партсезге алып кеткенде сіздердің қонақжайлықтарыңызды көріп, партсез туралы да өлең шығарады еді деп ойлаймын да. Бәрекелді, мынау біз қонақжай халықпыз деп жатырмыз ғой. Сағынышты кім біледі десек, алыстағы ағайын, жырақтағы дос біледі. Мынау бүгінгі сағынышты кездесуге Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп отыр. Анау қазіргі бас қала, жас қала дейміз, Астанадан бастап келіп отыр. Олай болса Астанадан, Тараздан келген класстастарыңызды, Бауыржан, Мейрамбек атты достарыңызды Асаба төрінде Ақтекке шақырам. Келіңіздер. Қошеметтеріңіз. Рахмет, керемет, бұлда енді сіздер қалай сегізсеңіз
берсеңіздер де жарасады. Өйткені бұл жерде бөтен ешкім жоқ. Класстастар, достар, бүгінгі кездесудің өзі балалық шаққа саяхат дейді. Сондықтан бұл жерде бала шаға жоқ, яғни өздеріңіз кәдімгі балаша ойнап күлуге болады. Тағы да мен қосқым келіп тұр, топтап тобырлап демеңіздер. Мына тұрған Қызылорда болғанмен күнде келіп жатқан жоқ. Гүлсара Кенжегүл Болатбек, Гүлшар Талғат Жанар атты класстастарда музыканың қуаттауымен асаба төріне Ақберге шақырып, билеп шығып керек Қызылорда! Көрсін деп жатыр. Бәрекелді. Негізі бар ғой, шыны керек ауылдағылар. Енді кешіріңіздер дейді, ауылдағы ғой, аға. Қарап отырайық, былай бар ғой. Қараса, астында жүрген класстастар өзгеше, солай ма қараңызшы? Конечно. Өзгеше, а біз ояққа барсақ, біз өзгеше болып жүреміз. Өзгеше болғанда бар ғой, ауылдан келгенімізді байқап қалады да. Қалғаннан ауылға келгенде бірден байқап әппақтай болып бар ғой. Мына сағынышты кім біледі десек, алыстағы ағайын жырақтағы дос біледі. Елдегі азаматтар кешіріңіздер, біздер сағынышты бағалай алмаймыз. Неге? Өйткені біздер бұрынғы әке-шешеміз тұрған жерде, сол ауылда, сол мектептің жанынан әке-шешеміздің көзі көрген кісілермен күнде араласамыз. Ал енді нағыз сағынышты бағалайтын, сағынышты бағалайтын міне осы алыста жүрген ағайындар, жырақтағы достар, бір қошемет жасап қойыңыздар. Бірақ сіздер елге келген кезде үнемі той деп қана келіңіздер. Сіздердің сырттарыңызда көріп қалған кезде елімізде той болып жатыр деп біздер мақтанып жүрейік. Астанадан бастайық, иә? Астанадан бастайық. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біріншіден, тілекті айтарда ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп осы тұрғанда біздің көрімізде қос ұстазымыз Мира апай мен Шынтасағай сіздерге үлкен тағзым. Бір жағын айтайын деген бастан мен сіздердің жолыңызды қуып мен де мұғаліммін. Сондықтан әлемді құрбы құрдастар баршаңызды бүгінгі мына кездесумен құттықтаймын. Әрқайсыңызға мен сағына кездесіп жатырмын. Конечно, былай қосша бізде, конечно, қоспаймыз. Ал енді не деп айтуға болады? 42 жыл сіздерді көрмеппін. Енді кездесіп жатырмыз. Кешеден бері үлкен той болып жатыр. Ауылдағы жігіттер, қыздар, келіндер жүгіріп жатыр 2-3 күн бойы. Еңбектеріңізге рахмет. Бірінші Алладан қайтсын. Осылай жылдар ретігесі кездесіп тұрайық. Әнім айтқандай, Астанадан бәріміз осы Қазалға, біздің жаңағы Ақтан Батыр ауылына тек қана тойға келейік. Сіздердің балаларыңыздың, немерелеріңіздің тойына келейік. Алла ел жылдықта осылай төрт көзіміз тек бәріміз аман-есен кездесейік. Ой, ассалаумағалейкум, рахмет. Керемет жүргізіп жатсың, жақсы ретімен дос беріп жатсың. Ал класстастарым бүгінгі кездесуге жиналған алдындағы жаңағы ағайымыз бен апайымыздың қандай керемет тілектері, кәдімгі жүрек сыздататын әңгімелер. Сіздерге көп рахмет. Алла 100 жасауды нәсіп етсін. Соның куәсі болайық. Еліміз сау болсын. Класстастар, бас қосып кездесіп жатырмыз. Көптен көрмеген, мектепте бітіріп кеткелі көрмеген қыздармен кездесіп жатырмыз. Оның бәрі қандай адамға сондай керемет сезім. Оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Және де осы ауылдағы жігіттер мен қыздар, келіндер ва еңбектеріңе рахмет. Бәрін жүгіріп, программа уақытымен өте жақсы керемет өтіп жатыр. Ол биыл 40 жылдыққа кездесіп жатсақ,
41 жыл, 42 жыл, жыл сайын кездесе берейік, не обязательно круглый дата, 45 жылдықты да кездесуге болады. Ауылдық жерде емес, ауылдан сыртқа шығып, мына Шымкент облысында небір керемет жерлер бар. Сонда демалыс орнында кездесейік, әдемі керемет бұл, қазір біздің өзіміз 60-та келіп қалдық қой енді. Сол болашақта енді жақсы демалыс өзімізге сыйлайын дейік. Құрдастар, кластастар, бұл тек басымыз жақсылыққа, осындай керемет жиын тойға жиналсын. Бәрекелді аға, керемет, әдемі. Әдемі айтып шықты. Не обязательно круглый дата. Жасөспірім айтып жатқан, жасөспірім бір үлкен ақсақал айтып жатыр дейді. Осы мына оразаны тұтқанда не обязательно ораза, былайынша да тұтуға болады ораза. Оны күтпей. Не обязательно ораза деп айтып. Сөйтсе жасөспірім тыңдап отырып, қадір түнін қай күнге белгілеп жатсыз деп айтып. Тоғызақ мына жүздесудің өздеріңізге байланысты қазір ғаламтор заман ғой, сондықтан бірақ жиналуда қиын. Бүгін міне қанша шақырым артқа тастап, кластастар, достар, ел деп келіп жатсыздар. Тойға келген талаптарыңыз тағы да оң болсын деймін. Тілек әрі қарата жалғаймыз. Ассалаумағалейкум деп тойшы қауым, құрдастарым, кластастарым, ағай, апай, бәріңіз қош келдіңіздер. Бүгінгі бір 40 жылда адамыз ғой, 40 жылда кездесіп, бір-бірімізді көрмегеніміз бар, көріп жүргеніміз бар, бәрімізге құтты болсын. Қуанышты күндер бола берсін. Анна бүгін неше күннен бері жаңа Ақженнің қарға жарылған күн дейді ғой. Сол сияқты неше күннен бері тойлап жатырмыз мына 40 жылдықта. Барлығы жақсы болып жатыр, барлығы көңілді, төбеміз көкке бірелі, жетпей қуанып жатырмыз. Ертең енді бәріміз Құда қаласа жан-жаққа кетеміз, өзіміздің елімізге. Қайда жүрсек те аман болыңыздар. Осындай бәрімізде осындай қуаныш тойға басымыз қосыла берсін. Біздің болашағымыз балдарымыз ғой. Сол балдарымыздың тойында қауышайық Құда қаласа. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Әрқашан жақсылықта кездесейік. Құттықтарыңыз құтты болсын бүгінгі. Мына Шыңдас ағай мен Мейрам апайды мақтау тұтамын. Қандай апайларымыз көрдіңіздер ғой, қандай дос сөйлейді, қандай өткеннің бәрін айтып алып, мақтау тұтамын. Басында егуге де болады. Не дейміз, мына неше күннен бері дайындалып жатқан, болып жатқан 40 жылдығымыз құтты болсын. Келіндерге де рахмет айтамын. Әрі қарап той болады берсін. Құрметті ауылдастар, кішкентайымыздан бірге өскен құрдастар, мектеп бітіргендеріңізге 40 жыл болыпты, құтты болсын. Неше күннен бері жақсы тілектер айтылып жатыр. Оның бәрі періштердің құлағына жалынсын. Жан-жақтан кластастарыңыз келіп жатыр, Астанадан, Жамбылдан, Үртаннан. Бұл деген бір бақыт, 40 жылда кездескен деген. Құтты болсын 40 жылдықтарыңыз. Шыңдас ағайымызда көрмегелі 40 жылдан асып кеткен шығар енді. Мейрапай мен Шыңдас ағайға денсаулық берсін, отбасыларға амандық, балдарының, немерелерінің қызылдап ортамызда жүре берсін. Ендігі тойымыз осы балдардың, немерелердің тойы ғой. Солардың тойынан қалмай, бір-бірлеріне қуаныштарға келіңдер. Жүрген жерлердің той болсын, басымызда қуаныш тойда кездесін. Бәрекелді, есерке суретке түсіп жіберіңіздер. Міне сіздердің бастап айтып жатқан тілектеріңіз баршаңыздың шаңырақтарыңызға құт береке ырыс болып тарылсын деймін. Тойға келген, елге келген талаптарыңыз оң болсын, көңіл хоштарыңыз зор болсын, қабағышсыз қырғыстырсыз нөл болсын, көңіл көгіне жол болсын. Бүгінгі асабадан алыстан келген, жырақта жүрген достарға тілек сол болсын деймін. Олай болса сіздерді құрметпен
өздеріңізге әсемдей әніңіз бар. Баршаңызды ортаға биге шақырамыз. Шамалы бойымызды тарқатып, тойды көрсетіп. Достар, 2000 биіміз керек. Достар.
өзі керек демекші, әрине әппақтай болып келдіңіздер. Мынау 40 жылдық түлектер, жаңа айтып жатыр ғой, бұл жерде 3-ші столда жайғасқан осы келіндер керемет дайындықпен келіп жатыр. Бұл енді бүгінгі тойдың тамаша өтуіне үлес қосып жатқан осы мына келіндерге бір қошемет жасап қойыңыздар. Алайда 2 жұлдыз деп шақырайыншы мен, Алыстауылдың келіндерін бір қошемет жасап қойыңыздар. Музыкалық сәлеммен арнайы ән дайындап келген, соны қабыл алыңыздар. Сыртта жігіттер ішке кірейік. Шолаққа қандай жақсы әнімен Алыстауылдың келіндері, қос жұлдыз алдарыңызда, эстрада жұлдыздары. Керемет, тамаша. Тұрыңыздар. Микрофонмен тұрыңыздар. Осы кісінің екеуі келдіңіздерші? Ой, көке. Бана бір қол көтеріп баратқан үсті екен ғой, қол көтеріп баратқан. Мына жағына тұрыңыз, мына жағына. Мына, жайғасып алайық. Құдайды Құдай қосады деген сөз бар, достық пайғамбар қосады. Мына ерлі зайыптыларды да Құдай қосады екен. Құдай қалай қосады? Бір арық, бір семіз, бір ұзын, бір қысқа, бір сөйлеп қалған, бір үндемейтін аспаннан тастайды екен. Мына пендеге бір ғасыр өмір берсе, бір-бірінің жыртығын жамасын деп. Сіздер ән айтасыздар ма? Ән айтасыз ба? Сіз ән айтасыз ба? Айта алмайды. Екі ән айтатынды қоспайды. Бір ән айтатын, бір ән айталмайтынды қосады. Сіздер бақыттысыздар. Мен бағана осы келіндерді енді қазір мен білгеннен кейін айтып жатырмын ғой. Осы қыздарды көргенде ойлағам, мына Алыстау қыздар үйдегі тұңғыш қыздарын алып келген ба, шал келген бір қыздар деп.
деп сөйтіп жақындау ұзатылатын қыздар сияқты кәдімгі менің әйелім осындай болсын дейді, менің қарындасым осындай болсын дейді де міне 69-ның келіндерін қараңыздар, сіз керемет иә, бір қошемет жасап қойыңыздар. Сіздер бақыттысыздар. Мынандай 21-ші ғасыр осындай тойханада, сіздердің жолдастарыңыз ұрысып қалдыңыз ба, жақында тұрсайшы. Мына елуден асқандан кейін негізі бар ғой, ер адам көпіш болады екен әйелге. Мен соны байқадым. Сосын бірақ осы кісілерден бір туған бала ұқсап қалады екен. Әр тұр десе, әр тұр, бері тұр десең, бері тұр. Сіз шынымен мына кісінің баласы сияқтысыз байымша. Бәрекелді, мына біз бақыттысыздар. Бақыт дегеніміз пендеміз ғой, аспаннан іздейміз, көктен іздейміз. Бақыт деген қайда? Бақыт дегеннің осының өзі үлкен бір бақыт. Осындай класстастар орталарыңыз сиремесін, осындай бар бақытты, осындай бал бақытты бағалап жүрейін қалай. Ал енді орталарыңыздан Гүлшара ханымды мен жаныма шақырайын. Гүлшара ханым, келіңіз. Мына тойдың болғаннан боласыз дейміз ғой, тойдың ортасында жүрген одан да қызық ағайын. Өзі мына келген үлкен адамды сыйлай білу, яғни мынау сыйласаң сыйлы боласың деген. Соның үстінде мынау сіздердің кездеріңізде ұстаздарға ешқандай сыйлық жасаған жоқсыздар. Сіздердің іздеріңізді басып келе жатқан бізде сыйлық жасаған жоқпыз. Ол кездегі ұстаздар сыйлық алмайтын тұғын. Кейіннен кешегі мына тоқырау кезінде керемет бір сыйлықтар алтынмен аптап күміспен күптеп тастады. Ұстаздарды. Енді мына абыстауыздар естерін жиып, етектерін жиып, естері кіріп, бүгін міне қырғызылыққа қос ұстазға деген арнайы адресат, арнайы сыйлықтары бар. Соны да табыс ету үшін мен әрине класстастарды шақырып жатырмын. Қошемет жасап қойыңыздар. Келіңіздер беріп жатыр. Адресатты келіңіздер. Ал енді келіндерді мақтадым. Келіндер бір-екеулеріңіз тұрып, мына жерде мына кенжегүлге көмектесіп, кенжегүлдің кәдімгі қас-қабағына қарап, не ишара білдіреді, соны жасап тұрсаңыздар. Ал енді әуелі, енді оқушыларыңыз айтып жатыр. Ұстаздар отыра бере ме, орнынан тұрғызбайды ма деп. Кезінде сіздер тұрғыздыңдар ма, қазір бұл сіздер тұрғызбайды деп жатыр. Бірақ енді адресатты оқиын дегенше отырып тыңдасыз, иә? Ал, микрофон сіздерде. Bayağı gözümüz çok aşk ediyor. Al. Böyle ustazımız Şıntas Ağa'ya arnау. Оң мен солын таныр кезде өмірдің бағыт бағдар берген алтын ағайын. Бір кездегі сәби шәкірт жүрекпен өзіңізге жырдан ағайын. Үйлендім өзіңізден адамдықты, кішілікті, адалдықты сіз берген тәрбиенің арқасында біз болдық бұл өмірдің адамымызды. Бәрінде бүгінгідей есіңізде, көрушек өзіңізді әкеміздей тентектік жасап қойсақ балалықпен көресінен көрдік біз бүкімізде. Үкімет пен партияға өкіміз жоқ. Оқу менен еңбек деген егіз екен. Бүгін тыным таппай жүрміз әлі, жандарымыз еңбек пенен нанын жеген. Атқардық жұмысында бұл совхоздың Шыңғыс ағай өзіңізбен бірге жүріп, шөп орып, кірпіш басып, масақ тердік, бозбала шағымыздан ойнап күліп. Қыран ұстай істеген зымыра, солай бері өткен екен саны уақыт. Бұл тағдырдың тарпағымен есейіп, толық бізден бір өмірден шын бақыт, тартып бұл бізден бұл өмірден шын бақыт.
көріп бізден шау шалған самайды, ей көрмеңіз шал болған екен немене, Құдай берген балаларда үй болып, Алла қадап сүйдік бізде немере. Қошеметтеріңіз керемет. Аға, мына ашкейсіз сол күннен оқып тұрсыз. Мен сізде кішімін, 3 жас кішімін. Менің өзім ашкейсіздерден оқи алмаймын. Сіздің керемет, риза болдым. Құрметті де аяулы ұстаздарымыз Шынтас ағай, Мейрамкүл апай, біз сіздерге мың алғыс айтамыз. Жаңа Шынтас ағай айтып кетті ғой. Сіздердің әрқайсыңызға бір кітап арнаса болады дегенде, сол сөзіңізге риза болып отырмыз. Сіздерге енді шәкірттеріңіздің сіздерге арнау өлең шумақтарын оқып берейін. Жаңа Шынтас ағайға оқып, Мейрамкүл апайға арнау. Жүрегіңнен мәңгі орын алатын, орны бөлек ең алғашқы ұстазың, біздер үшін сол бақыттың иесі, ойлайықшы достарым-ау ұстаз кім? Атына сай, мейірімді шашқан айнала, әрине ол Мейрамкүлдей апайым, бұл өмірдің баспалдағын үйреткен, апай жайлы бір толғанбай қалмайын. Бауырайтын бар шәкірттің бауырына, біздер риза болушы ек болмысына, үйретілетін сүйікті әліппені, жан тәнімен беріліп жұмысына. Жас болсақ та бәріміз байқаушы едік, апайдың бойындағы күш қайратын, қоғамдық жұмысқа да араласып, үйіне кей күндері кеш қайтатын. Өмірде бар адамға берілмейтін, бұл деген ерекше бір жаратылыс. Болысып шын көңілмен бар адамға сыйлайтын айналама даратыңыз. Мән беріп бұл өмірдің тетігіне, үлгерді апайымыз барлығына. Келінде ару ана әже болып, айналды ардақты жан қауымына. Мерапай, біздер үшін ерекше жан, ұқсасам деп көп адам еліктейді. Тек қана біздер емес бар шәкірттің өзіңізді риясыз құрметтейді. Аман болсын жолдасыңыз балалар, өмірдегі байлығыңыз бар жиған, бір Алланың сізге берілген сыйы ғой, 90-дағы кейуанаға шай құйған. Қуат алып бүгінгідей зор кештен, бір жасарып баулы жансын бетіңіз. Ұлы жолда кедергілер кездеспей, аман есен 100-ге дейін жетіңіз. Біздер түлектен 86 жылы бітірген түлектер. Бәрекелді, апай, ағай, мына сіздер шәкірттеріңізді кезінде бұл оқушылар оқуда озат, еңбекте алда деген ұранды ұстанған шәкірттеріңіз ғой. Орындарыңыздан тұрсаңыздар, бер қарата келсеңіздер. Қошеметтеріңіз! Ұстаздарға қошемет! Бәрекелді, адресат табыс етіп қойыңыздар. Арнайы дайындаған сый сияпаттар бар. Жаңа тамадымыз Ермек айтып кетті ғой, біздің кезімізде сыйлық беру жоқ еді деп. Апайымызға да, ағайымызға да мектеп бітіргелі көрмедік. 40 жыл бойы ағайымызды да. Енді оқушыларымыздан естелік болсын деп, орамал тоң болмайды, жол болады дейді. Әрі 40 жыл бұрынғы менің түлектерімнен ескерткіш деп сіздерге азғантай сыйлық бергіміз келіп тұр. Әрине дастан кітап жазуға да болады ұстаз жайлы. Сіздерге мың алғыс, бас иеміз.
біреуге подарок берсе не берді екен деп көріп жүреді. Мынау енді мына камераға да түсіп деп жатыр. Сіздердің бір бұрын соңды ұстаздарыңызға подарок бермегендеріңіз де көрініп тұр. Қазір кез келген жерде мына Қазалы мен Аралда айтып тұрып, атап тұрып береді. Енді ұстазға мүмкін ұстаздарыңызды ыңғайсызданбасын деген шығар. Бірақ керемет мына адресаттан артық сыйлық жоқ. Бірақ міне алтын сағат. Жүрегіміз болсын андай. Швейцарский алтын. Қошеметтеріңіз. Алтындай шәкірттеріңізден сізге алтын сақина. Тағыңыздар, мерекеліңіз ғой тағыңыздар. Мен ауылда өскен баламын, осындайлар тақтырып жүремін. Болмаса нете қойыңыз, уақыт қалмайды. Бәрекелді, өтіп кетті қилы заман, қилы күн, орындадық жаңа заман бұйрығын. Құрметті де қадірменді ұстаздар, қабыл алыңыздар, шәкірттеріңіздің сыйлығын деп. Бәрекелді. Ұстазға қанша құрмет жасасақ та артықтығы жоқ. Енді жаңағы ұстазым деген әнді бізге қойып берсек, сонымен еркін биге шақырсақ. Сіздер негізі вальс жақсы көретіндіңіздер ғой. Бір секіріп билесеңіздер екі вальс болады еді. Сондықтан бір ұстазым деген ұстаздар құрметке. Ортаға биге, ұстаздарымызды биге шақырайық. Кластастар бізге биге. Сіздердің құрметтеріңізге ұстаздар. Орнымызға жайғасайық. Рахмет.
әрине жақсы сөздер айтсаң барлығы жақсы болады деген бір-бірлеріңізге тап бүгінгідей ақ тілектеріңізді ақтарып жүре беріңіздер. Өзі мына Құдай сұрағанға береді дейді ғой. Үнемі бір көкеміз ас қайтарса да, үйінде былайша отырса да, астың үстінде «Е Алла Жамбылдың жасын бер, е Алла Жамбылдың жасын бер» деп үнемі айтады дейді. Айта бергесін Құдай да қабыл етіп, 100-ден асып кетті Жамбылдың жасынан. 100-ден асқаннан кейін не ес қалады дейсің адамда. 100-ден асса да «Е Алла Жамбылдың жасын бер, е Алла Жамбылдың жасын бер» деп айтып отыр дейді. Сөйтсе үйде шөберелері «Көке, Жамбылдың жасынан асып кеттіңіз сіз» десе, жаңа көкеміз айтады деп, Жамбылда қыршын кеткен екен ғой деп. Сіздер де сол Жамбылда қыршын кеткен екен ғой деп 100-ден асыңыздар, өмірлі болыңыздар. Алайда жаңа алыстан келген ағайын, жырақтағы дос деп жатырмыз ғой. Әрине бізде ең жақынның алысы мына жердегі Байқоңыр. Білесіздер, талай кезінде көкелеріміз, аналарымыз, әжелеріміз барып тұрып кіре алмай сол қайтып кеткен. Кімден кіргізбейді. Сол Байқоңырдағы, Төретамдағы кластас достар біздің ортамызда. Олай болса Бекболат, Жағипа, Жаңылған, Демеубай, Кенжегүл, Ерлан, Нұржамал атты кластастарды Алсаба төріне ақ тілекке шақырам. Музыканы қуаттауымен билеп шығайық, билеп! Төрема Байқоңыр! Ағай! Бізге көрші, бізден бұрын аспанға көрші бұл кісілер. Аспан жақын екен. Кіндігі жергендігі Байқоңыр дейді ғой. Бәрекелді. Бір халық бар, әсілдері жарасқан, қалшыңдары қабылғандай қарасқан, балаша ойнап таласқан, әсілдері шындай адамдарды көрдіңіздер ме мұндай? Бұлар деген бір достар, қатар құрбы, құрдастар, кластастар, ауылдастар деп бір қошемет жасап қойыңыздар. Ал құрметті кластастарым, бүгінгі мына қарғы жылға мектеп бітіргенімізге бір жыл болған. Оған бәріміз бас қосыватырмыз. Бәрі орынды, бәрі құтты болсын, оң болсын. Ағай апай, онан бір рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Алла шағаларыңызға рахатын көріңіздер, жүз жасаңыздар. Алла сол жүз жасауды нәсіп етсін. Барлықтарына аманшылық, отбасыларыңа аман болсын, дені ұстау болсын. Көзге көрген ұл-қыздар немере шөбере қызығын көріңдер. Бірінші байымен сол дені ұстау болсын. Аяқтар бақсақтар жолымыз болсын. Ассалаумағалейкум, баршаңызға. Амансыздар ма? Мына бүгін көп болған жылдығымыз құтты болсын. Жан-жанымыз деріміз сау болсын. Мына бізге әрі береткен Шыңғыс ағай мен Мейрам апайымызға мыңнан бір рахмет. Бәріңіздің үйлеріңіз осылай той болсын. Мына тілектер айтылып сол тілектер Алланың құлағын шалып, пешілер әумин десін. Келесі 100 жылдықта Алла кездесу нәсіп етсін бәрімізге. Құрметті біздің соғыстың қыз жігіттері 86 жылы бітірген түлектер. 40 жылдықтарымыз бәрімізге құтты болсын. 50 жылдық 60 жылдықта да өзі Алланың қалауымен кездесе берейік. Деніміз сау болсын. Ұстаздарға көп рахмет, осындай шәкірт дайындап үлкен азамат қылып өсіргендеріңізге көп рахмет сіздерге.
Тойымыз той болсын, барлықтарымыздың үйімізде тек қана той болсын. Той жалғасын таба берсін. Құрметті класстастарым, бүгінгі 40 жылдығымыз құтты болсын. Ағай апай, сіздерге де көп рахмет, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, бала шағаларыңыздың рахатын көре беріңіздер. Ал құрбы құрдастарым, бәрілеріңіз үйлеріңізде той болсын, балдарыңыздың, қыздарыңыздың тойында той тойлап жүре берейік. Деніміз сау болсын, аспанымыз ашық болсын, ауызбіршілігіміз мол болсын. Өстіп тек жақсылықта тойда кездесе берейік. Бәрі құтты болсын. Мына осы 40 жылдыққа атсалысып жатқан ауылдың ұл қыздарына, келіндерге көп рахмет, Алладан қайтсын. Бүрлеген той, 40 жылдығымыз үлкен той болып жатыр. Той өзі үлкен деңгейде өтіп жатыр. Ортамызда апайымыз бен ағайымыз бар. Жасаған еңбектеріңіздің жемісін көріп жатсыздар деп ойлаймыз. Ұл қыздарымыздың бәрі шүкір Аллаға жақсы деңгейде өмір сүріп жатыр барлығы. Бәрімізде бай-қуатты болайық. Зағип айтқандай, ауылдағы ұлмен жігіттер, қыздар, келіндер, сіздерге бас иеміз. Осы тойдың өтуі сіздердің де үлкен 100% сіздер тарқаларыңыз. Рахмет бәрімізге. Той таба жалғасын таба берсін, тойымыз тойға аласын. Тек мұндай сіздерден айырмай, ортамыз азаймай жүре берейік. Бәрекелді. Жаңа фотограф балдар қайда, естелікке суретке түсіп жіберіңіздер. Бәрекелді, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Байқоңырдағы Төретамдағы класстастар, бізге би бермен демеңіздер, алдарыңызда тағы екінші ас келді. Келді ғой, екінші ас келді. Астың уақытында сіздерді биге шақыру сергілдетіп, билетіп, мен үшін шамал әбестіктеу болып тұр. Сондықтан мұна ас адамның арқауы дейді, астарыңыз сіңімді болсын. Мұна орыстар тамақ ішіп алғаннан кейін ұйқысы келіп тұрады екен, маужырап. Еврейлер тамақ ішіп болғаннан кейін жұмыс істегісі келіп тұрады екен, беріліп. Ал біздің қазақтар ше, қазақтар тамақ ішіп алғаннан кейін тағы да тамақ ішкісі келіп тұрады екен. Алдарыңызға өздеріңіздің дайындатқан екінші астарыңыз келді, сол астарыңызды алып отырыңыздар, дәмдеріңізде астарыңыз сіңімді болсын. Енді бүгінгі тойда нөмір көп ағайын. Өздеріңіз енді Құдай асынбасын, бірақ енді шағын болғанмен, енді біз ана 200 адам, 300 адам соны басқарып үйреніп қалғанбыз ғой, сондықтан ең үшін шағын болып тұр, 3 стол. Енді мына жерде шағын болғанмен керемет нөмірлер дайындалған екен. Соның бірінде бірегейі өздеріңіздің класстастарыңыз. Енді менің шыны керек жаңа топтапта жіберіп жатқаным сол тілекті. Ал енді Дүсәрахан келіңіз. Микрофон бар ма? Аға келіңіздер, тамақтан қалып қойдыңыздар. Тамақ жеп жатыр. Мен осы тойханаға кіргеннен бастап сізбен таныстым. Сізді қайда көрдім десем, бағана мына жерде көрген екенмін ғой. Бірақ керемет. Бағана келгеннен бастап енді бүгінгі тойдың енді әдемі өтуіне баршаларыңыз үлестеріңіз бар ғой. Бірақ енді Гүлзара ханым, мынау былай болса деп керемет жаңа нөмірлердің барлығын маған беріп жатыр. Өзіңіздің де нөміріңіз бар ма деп едім, бар деді. Енді тойдың сәні топпенен темірді де ағайын қызған кезінде соқты екен. Енді мен сізді түсімде көретін шығармын бүгін.
Өйткені бағанағынан бері неше рет шақырдым осы Гүлзара деп. Ал енді Гүлзара ханымның арнайы дайындап келген музыкалық сәлем әні қабыл алыңыздар. Керемет дайындықпен келгенсіздер. Рахмет, тамаша. Бір-бірлеріңізді осылай міне құрметтеп жүріңіздер. Арнайы сағынышқа деген, сағынышты кездесуге деген арнайы дайындықпен келді. Ал енді орынымызға жайғасайық. Енді сіздердің бағдарламаларыңызды мен жаңа естіп жатырмын. Әрине, алау өзі өлді сыйламай тірі баймайды деген керемет сөз бар ғой. Орталарыңыздан өткен сегізбай достарыңызға, басқа да міне ұстаздарға, өмірден өткен марқұмдарға құран бағыштарыңыздар қабыл болсын. Одан кейін енді тағы да кездесулеріңіз болды. Олай болса сол сегізбай ағамыздың жолдасы осы жерде ғой, жолдас келіңіз.
сіздің немереңіз бар еді ғой. Келіңіз, айналайын, келе бай. Отыра беріңіздер. Сіздерге құрмет көрсетіп жатсыздар, рахмет. Отырыңыздар, енді ана жаққа көрінбей қалады. Сондықтан енді арнайы бүгін енді орында бар оңалар дейді. Құдайға шүкір, әкең өлгенмен көзін көрген өлмесін деген әдемі сөз бар қазақта. Ол енді бір Алланың ісі ғой. Енді шамалы жүрегіңіз енді не қылуы мүмкін, бірақ енді бұрыннан ата-бабамыздан келе жатқан сөз, әкең өлгенмен көзін көрген өлмесін деп. Міне, әкесіндей болып кеткен, анасындай болып кеткен осы жерде міне класстастары, достары бар. Арнайы бүгінгі сіздерді құттықтауға, яғни ұрпақтары келіп отыр, қарағыр аман болсын деген әдемі сөз бар. Олай болса, шағын айтып өтіп. Адам ұрпағымен бір жасайды дейді ағайын. Өздеріңіздің класстастарыңыз, достарыңыз, өмірден өткен, сегізбай ағамыздың ұрпақтары, ұлдары, келіндері, немерелері. Әкесіне деген музыка. Арнайы жаңағы айтқан әкең өлгенмен көзін көрген өлмесін деп, әкесінің көзі көрген балалық шақтан, балшақтан бірге жүрген міне класстастарына, ұрпақтарым арнайы сіздерге сый-сияпат әкеліп жатыр. Орныңызға жайғасыңыздар. Сіздерден сұрағайын, өтініш орындарыңызға жайғасыңыздар. Бәрекелді. Гүлдан жоғарға. Бәрекелді. Жаңа аналарыңыз не керек? Абай, сіз ешқандай мойынбаңыз. Жаңа айтып жатырмыз ғой, адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Құдайға шүкір, орында бар, оңалар. Ол енді пенденің емес, бір Алланың ісі ғой. Өмірден өтті, бірақ енді талай мына ұрпақсызда кетіп жатқан адамдар бар, азаматтар бар. Оның басында шүкіршілік етіңіз мынандай міне, қарағыр аман болсын дейді. Өздеріңіздің сегізбай класстастарыңыздың ұрпағына бір қошемет жасап қойыңыздар. Енді айналайындар, бақытты болыңдар. Мынау енді әкені, ананы, әке-ананың достарын сыйласаңдар жаман болмайсыңдар. Осы кісілерден бата алып жүріңіздер үнемі. Батадай ел көгереді дейді. Сіздердің көгеріп көктеулеріңізге әлі қайда алда талай қуаныш бар. Қуанышты күндер көп ауылда, елде, әулеттеріңізде. Сол қуанышты күндерде міне бір-бірлеріңіздің қуаныштарыңызға ортақтасып жүруге Алла жазсын деймін. Ана микрофон өздеріңізге бір-екі ауыз тілек айтып беріңіздер. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мейрамдар құтты болсын. Әрдайым соқ көзес тұра жүріңіздер. Қоштар болыңыз. Әрдайым осындай тойда биле жүріңіз. Бір ғасырға қимасақ та өзіңді, дүниеден ерте жұмдың көзіңді. Яғни өмірден ерте өткенмен Құдайға шүкір артында қара-қаралары бар. Мынау сіздердің іштей ниеттеп әлде ар жақтарыңыздағы керемет айтатын тілектеріңізді сіздердің әкелеріңіз, аналарыңыз, сіздердің тұрыстарыңыздан байқап білді. Солай ғой, бәрекелді. Ал енді арнайы тағы тілек айтатын келіндер бар ма? Келіңіздер. Бар ма?
дейміз. Бүгінгі прожектіміз құтты болсын. Бүгінде тек жақсылық тілеймін, аман болыңыздар. Орталарыңыз азаймасын. Тек ендігі жерде той, қуаныш болсын. Мама тек ортамызда күліп, біздің қорғаушымыз жүре берсін. Тек жақсылық той болсын. Тілек қосыластар ма? Бәрекелді. Айналайындар, пәлпәне түкіріп қойыңыздар. Қиналып, өзіңдәке еске аламыз, әрдайым өзіңе арнап ән саламыз. Достарымның әкелерін көргенде еске аламын, өзің жүрген кездерде деген бір керемет өлең жолдары бар еді. Яғни, мынау сіздерді көргеннен кейін, әкесін көргендей, бұларда шамалы толқып тұрған жайы бар. Мынау кішкентай ғана бүлдіршін қыз, өздеріңіздің қыздарыңыз әкеге деген керемет ән тартуымен қабылдаңыздар. Жақсы адамның артындағы ұрпақтары сол жақсы адамды еске алып жүретін осындай қара-қара ұрпақтар аман болсын. Айналайын, бақытты бол. Өмірлі бол, ғұмырлы бол. Сіздерге де мыңда бір рахмет, мыңда бір алғыс. Үлкенді сыйласаң, ата-ананы сыйласаң,
атаңның, әкеңнің көзін көрген жандарды сыйласыңдар, жаман болмайсыңдар. Рахмет көп, Алла сыйласын. Ал енді өмір бар жерде қуаныш бар, қайғы бар ағайын. Енді досты қалай еске алмайсың? Мен де кешірім сұраймын. Кішкене көңілдеріңізге түсіп кеткен сияқты. Енді ол енді достарыңызға деген құрмет деп білемін. Достарыңызға жақсы, кереметтей азаматқа деген құрмет деп білемін. Әрине, қуанышты күндеріңіз көп болсын. Екі дүнияның абат қостойын қабат болсын деген әдемі сөз бар ағайын. Мен бағанағы емес, сіздерді уже бірте-бірте жақындап келе жатырмын таным. Түріңіз айгүл ғой ба? Мен өзі көрдіңіздер ма? Мен негізі осында 300 столдан бастап танысам, 200 столдан бастап. Бірақ екі дүнияның абат қостойын қабат болсын дейді, 40 жылдық кездесумен қатар бүгін Айгүл ханымның туылған күні екен. Бір қошемет жасап жүрмін. Неге бүгін осы сыйлар көп ағайын? Соның бірінде бірегейі. Ана келіңіз. Сіздің жолдасыңыз ақтан? Тада кешіңіз келешегіңізді алып кешіп кетті ғой. Сізде үндемей болсын бір. Бәрекелді, қайдан білеймін. Бәрекелді, аға. Мынау бақытты күндеріңіз көп болсын. Бүгінгі осы мына Айгүл ханымның туған күніне арнайы жаңа айтып жатырмын ғой, осы жерде ұрпақтары келді. Ортаға шақырайық, келіңіздер. Қошеметтеріңіз. Ой, бәрекелді, анаға деген құрмет. Әкеге деген сыйластық. Көріңіздер, не деген бақыт, анашының туған күнімізбен қазір біздер алып жүрміз. Ал біздер кезінде шешелерімізді осылай құттықтадық па? Как құттықтадыңыздар ма? Рақай тауыппен. Менің шешем қайтып жоға бала келіп бәрекелді. Біз мына кейіннен қайсы болса да біздің шешелеріміз бірай нәрсені көрген жоқ. Біздер бұндай нәрсені жасамайтынбыз. Қазір 21-ші ғасыр, білесіздер, бір үйде 3 қоғамның адамы өмір сүреді ағайын. Отыра келіңіздер, 3 қоғамның адамы өмір сүреді. Бірінші Союздың кезіндегі ата әже, екінші тоқырау кезіндегі әке мен ана, біздер сосын 21-ші ғасырдың білгір жастары. Бұрын біргелігі жүретінбіз. Біргелігі. Біздің шешелеріміз кәдімгі жігіт болған кезде біз ішпей жүрсек соған орат еді. Баламыз бір ішкенменде бірдеңе бүлдірмей жүрсек. Қазір 21-ші ғасырдың білгір жастары. Арнайы анасына деген, әкесіне деген құрметпен, ортаға бір тәтті тортымен, гүлімен кіріп келді. Бұлай болса, тілек өздеріңізде. Бұлай тұрыңыздар, бұлай тұрыңыздар. Аға, әуелі келіншегіңізді өзіңіз құттықтайсыз ба? Бір ауыз айтсаңызшы. Соңсы қанымызға сіңірген нәрсе әйелдерімізді құттықтамаймыз. Кезінде шешемізді құттықтамаған адам біз әйелімізді құттықтаймыз ба қазір? Құттықтамаймыз біздер. Бірақ іште бар, барлығы бар. Оны шығара алмаймыз біздер. Сондықтан балалар құттай берсін деген, балалар құттай берсін. Анашым ал, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыз, сырқамаңыз, ортамызда гүл ойнап жүре беріңіз, бақыттың базарында Алланың назарында болыңыз. Құрметті ұстаздар және менің папамның алтындай достары, бүгінгі сіздердің 40 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Бастарыңыз қосып, жастық шақтың естеліктерін бірге кешіп жатырсыздар, еске түсіріп жатырсыздар. Ұзағынан болсын, 40 жылдық мерейтойларыңыз ұзағынан сүйіндірсін. Бүгінгі біздің мамамыздың 40 жылдық мерейтоймен қатар келген мамамыздың туылған күніне құттықтап кетіп қалдық. Айып етпейсіздер.
Мама, бүгінгі туылған күніңізбен құттықтаймын. Деніңізге саулық тілеймін. Өміріңіз ұзақ болсын. Папам екеуіңіз тең отырып, біздің қызығымызды, қуанышымызды бірге көріңіздер. Отбасымызда талай болған сынақтардан сүрінбей, мойымай, сол барлық сынақтарға төтеп беріп келдіңіздер. Алла сіздерге ұзақ өмір берсін, күш-қуат берсін. Біз де сіздерді ата-анамыз болғанда бізді мақтан тұтамыз. Біз бұлмен шектеліп қалған жоқпыз. Біздің сағыныш деген бауырымыз бар, өздеріңіз білесіздер. Сол сағынышымыз видео экран арқылы мамамызға, сіздерге тілек арнаулары бар, соны қабыл алыңыздар. Міне, жаңадан айттым, 21 ғасыр арнайы қазір қай жерде болмасын осы құттықтау